Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Мынау менің ас көктерім. Мінекей, осындай үлкен болып өсіп қалды. Мынау кинза. Мынау шавель. Потом мына жерде рукола. Ар жағында салатный лист. Оның ар жағында укроп. Укроптар уже гүлдейін деп тұр. Оның ар жағына мына қиярларымызды егіп қойдық. Бізде жер өте аз. Сондықтан да жеріміз өте аз. Сондықтан да мына кішкентай ғана жерді пайдаланып, мына жерге қияр егіп қойдық. Мына қиярымыз кішкене өсіп қалды. Сатып алып жегеннен гөрі үйде әйтеуір кішкене азғантай болса да, үйде өзің еккен көкөнісіңді, ас көгіңді жұлып алып жеген өте свежий, өте дәмді, керемет болып шығады. Өз еңбегіңмен еккен ол бәрібірде басқаша ғой, өте дәмді болады. Мінекей, рукола өте күшті. Анда-санда осыдан салат жасаймыз. Құда қаласа, әлі жасаған салаттарымды неге түсірмедім, видео контент қап. Соны түсірем деп жүргенде әні-міне деп жүрмін. Біраз уақыт өтіп кетті, даже гүлдеп кетіпті ғой. Мен әні-міне контентін түсіріп, видеоға шығарам деп жүрген кезде. Мына жерге гүлдерімді егіп қойғам. Мынау барқыт гүлдері. Барқыт гүлдерім әдемі өсіп жатыр. Былтыр бұл жерде мен портулаки гүлін еккем ғой. Мынау тұрған портулаки гүлі. Мынау портулаки гүлі. Ұрығы түсіп өзі биыл осындай қалың көп өсіп шықты. Жұлып тастамадым өсіп шыққаннан кейін. Негіз портулаки гүлі маған ұнайды. Сосын жұлмадым, тұра берсін деп. Әйтпесе негізі барқыт гүлін ғана егіп едім. Мына портулакидің арасында көрінбейді қапты ол гүлдер. Уже арасында қалып кетті гүлдердің. Жайлап гүлдеп жатыр. Мінекей портулакиіміз гүлдеп жатыр жайлап. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып өскен, жайқалып. Қалың болып. Мына шетте енді өсіп жатыр портулакилеріміз. Мынау райхан гүлі. Отырған жалғыз райхан гүлі. Клеверский егіп қойған гүлдерім. Что-то биыл әдемі болып өспеді. Сонда да мен тұра берсін дедім. Маңқыш гүлдер кішкентай болып. Онша әдемі болмай қапты. Енді ашып жатыр мына. Енді. Мына портулаки мына. Әртүрлі түс. Портулаки. Айна. Қалыңдық гүлі деймі, қазақша невеста гүлі. Мына жер көлеңке ма, онша әдемі болып өсіп жатыр. Мінекей. Гүлдеріміз гүлдеп жатыр. Мына шырмауық гүлдерім. Шырмауық гүлдерім что-то әдемі өспей жатыр биыл. Сонда да қарап не жатырмын, су құйып қоямын. Мұнда астра гүлдерім бар. Бұлар енді өсіп жатыр. Енді осындай болып өсіп қалды. Ана жерге бүйтіп әр жерге егіп қойғам, өсіп қалды.
Мына гүлдің атын білмеймін, бұны біз кішкентай кезімізде тапа гүл деп айтатын едік. Мына гүлден сырға сондай жасап құлағымызға тағып ойнайтынбыз кішкентай күнімізде. Бұл да ничего, биік болып өсіп әдемі болып тұрады. Өзі шыққан екен, тиіспедім, өсе берсін деп. Менің гүлдерімді көріп, тамашалағандарың үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар. Алдағы уақытта тағы да гүлдерімді көрсететін боламын. Сау болыңыздар.